Баршаңызға қайырлы күн, сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамыры езілмей, жыртылмай және де бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіп шығатын еттің қамырының рецептісін ұсынамын. Алдымен ыдысымызға салқын суымызды құямыз. Оның үстіне бір жұмыртқа, дәміне қарай бір шай қасық тұз және де бір ас қасық сұйық май қосып, осы сұйық массамызды жақсылап бір араластырып аламыз. Массамыз біркелкі араласқаннан соң ұнымыздың үстіне аз-аздан құя отыра қатты етіп қамыр илейміз. Бұл жерде менде бір зуалаға арналған рецепт. Мына ыдысымда менде 300 грамм ұн бар. Енді осы сұйық массамызды аз-аздан құя отыра қатты етіп қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қатты болуы қажет. Жұмсақ болса, ол сорпаға піскен кезде езіліп, не болмаса бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың басы осылай бірікті. Енді пакетикке салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. 15-20 минуттан соң алып, тағы да жұдырығымыздың көмегімен осы видеодағыдай қамырымызды илеп, иегін қандырамыз. Біздің қамырымыз әдемі болып жылтырап, сондай бір әдемі түске енуі қажет. Құрметті қыздар, көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын болды. Енді тағы да пакетикке салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Сол кезде бізге жаюға ыңғайлы болады. 15 минуттан соң алып, ұн сеуіп, қамырымыздың жаю процесін бастаймыз. Ең алдымен осы видеодағыдай ұн сеуіп, жұдырығымыздың көмегімен қамырымыздың үстін басып шығамыз. Қамырымыз дөп-дөңгелек, әп-әдемі бір қалыпты болып жайылуы осы бастапқы процеске, яғни бастапқы жайылу барысына тікелей байланысты. Сол себепті мұқият болыңыздар. Және де қамырымыздың ортасы жұқа, шеті қалың болып кетпесі үшін ең алдымен оқтаудың көмегімен қамырымыздың шеттерін басып жайып шығамыз. Қазір сіздерге видео барысында көрсететін боламын. Құрметті қыздар, егер осы рецепт сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, және де видеоларды өзіңіздің достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер, өте қуанышты болар едім. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз әдемі болып жайылды. Көріп тұрғандарыңыздай жұп-жұқа, дөп-дөңгелек болып шықты. Осы видеодағыдай жайсаңыздар, сіздерде де дәл осылай дөңгелек болып шығады. Енді кесіп, қайнап тұрған сорпаларыңызға салып, пісіріп ала берсеңіздер болады. Ешқандай жабыспайды, жыртылмайды, езілмейді. Не болмаса дәл осы күйінде тоңазытқышқа салып, қатырып қойсаңыздар да болады. Құрметті қыздар, осымен бізде дайын. Видео ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыздар, осы видеоға лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.